Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдармандар? Сіздерге Балқаш қаласынан, Гайдар атындағы орталық қалалық балалар кітапханасынан Құрманова Балғайша Дүйсекеевна мен Утенова Меруерт Нұрашына Ыбырай Алтынсариннің жыл басына таласқан жануарлар атты ертегісін сұнады. Зер салып, зейін қойып, мұқият тыңдаңыздар. Ерте заманда жануарлар жылдың басы болуға таласыпты. Бұл оқиға бұлай болыпты. Қайдасың? Қайдасың? Қап, қайда жүр екен? Қайдан тапсам екен мына түйені? Мынау түйенің дәл өзі ғой. Түйе, сенікі не дұрыс, а? Не болып қалды соншама? Не болып қалды? Ана жақта жыл бөлісіп жатыр. Әркімнің өз жылы болады екен. Жүр тез, жүгірейік. Қашанға дейін күтеміз? Маң-маң басып түйе жеткенше. Сабыр. Төзім деген таусылды. Жылды бөле бастайық. Күте тұрайық. Даусым бар азандай, желінім толған сүт пен май. Сонда жылқай Ер қанаты жылқымын, мінсе көлік, дертке дауа қымызым, мен боламын жолбасы. Шек, қап кешігіп қалдық. Бәрі сенің кесірің. Бізге теңесу қайда бұларға? Мен ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп, арпа, су сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе, соны керек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жол басы болу маған лайық. Адам егін ексе, менімен егеді. Сүтімді ішеді, құртмай істейді. Жыл басы болу маған лайық. Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар ед? Жүнімді алып, киіз басар, жабағымнан киім тігет, арқан жіп есет, сүтімнен қорқмай алады. Шаруаға менен пайдаларың жоқ, жыл басы мен қой боламын. Мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар ет. Мен сендердің баршаларының бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін. Мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай, ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтам. Кеш болса жатар мезгіл болды деп, тағы шақырамын. Осы кезде тышқан не айтарын білмей тұрады, бір түрлі қулы ойлап, жиылған көпке айтады. Шек. Бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын.
өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің өркешіне шығып отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды ешкім байқамай қалыпты. Шик, алақай, күн шықты. Жаңа жылдың күнін көріп тұрмын. Мен көрдім, бәрінен бұрын мен көрдім. Жыл басы мен боламын. Сонымен тышқан жылды бәрінен бұрын көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе